Сәлеметсіз бе Аманғазы аға? Рахмет, жақсы. Сәлем. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің кездесуіміз Қазақстан Жастар Одағы сыйлығының лауреаты, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, ақын, сазгер, жырау, журналист, желтоқсаншы, тіл жанашыры. Сонымен бірге Алаш туын желбіреткен азаттық жыр жинағының Даралы желтоқсан, желтоқсан сүргіні, желтоқсан жыры, жүректегі жұлдызым, сана суреттері және балаларға арналған Батыр Қайраттың балалық шағы, кішкентай ару әйгерім, тағы басқа кітаптардың авторы Аманғазы Әлімғазыұлы Кәріпжан әулетімен болмақ. Кездесуді ұйымдастырушы Шамалған орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері Кенжебаева Ботагөз Есенғалиқызы және Әріпжанова Тұрдығыз Орынбайқызы. Тұрдығыз Орынбайқызы, Аманғазы Кәріпжан әулеті туралы оқушыларға ақпарат беріп кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, ұстаздар. Сәлеметсіз бе, Аманғазы? Сізбен жүзбе-жүз бет көтіп отырғанымызға қуанышымыз шексіз. Аманғазы Кәріпжан әулеті 1964 жылы бұрынғы Семей облысы Ақсауыт ауданы Қызылкесек ауылында туған. Қазақ мемлекеттік университеті журналистика факультетін оқыған. Желтоқсан оқиғасына байланысты оқудан және комсомол қатарынан шығарылып, қауіпсіздік комитетінің тергеуіне алынады. 1992 жылы журналистика факультетін тамамдайды. 1993 жылдан Республикалық қазақ әдебиеті газетінде тілші, 1995 жылдан қазақ теледидарында редактор қызметін атқарып келеді. Өлеңдері республикалық газет журналдар мен Қытай Халық Республикасында шығатын Шұғыла журналында жарияланып келеді. Олай болса, Шамалған ауылындағы орта мектептің 9-шы сынып оқушыларына Аманғазы Кәріпжан әулетінің өлеңдерін оқуға кезек берейік. Жүректегі солымызды сетінеткен тәуелсіздік шапағын қызартты кім. Рухымызды желтоқсан самғатса да, тәуелсіздік тұшын шам қапса да, құдірет тұтам жердің миы, бірақ күнге шығар бақан бақсана. Санамызға жазасқан жанында жүр. Елегенді білетті санасыр. Топырағымен аламын. Өте тамаша. Керемет екен. Бүгін міне бекерге шығармақпыз жырды біз. Сіз де бүгін жақсылықпен зумға келіп кірдіңіз. Айналайын осылай оқушылардың бәрінде дәл осылай дайындаған рахмет сізге Тұрдығыз. Сондықтан да мынау енді бүгін міне оқушылар мектепке кеп жамырады, оңлайын жалға бітпесе сағынады. Бүгін міне сіздерге көп рахмет, қасиетті білімнің шаңырағы. Сондықтан талантты балалар көп әлі бізде. Осындай жақсылықтан рухтың нәрінізде айналайын, осындай азаттықты қолдаған көп кішкентай ұрпақтарға мен ұзақ ғұмыр тілеймін бәріңізге деп рахметімді айтқым келеді. Рахмет. Рахмет аға. Ал енді балалардың сізге қояр сұрағы бар, сізден білгісі келетін дүниелері бар, соларға кезек берсек. Аманғазы аға, жан тілінен қалмаса, жақының да сорлайды. Тіл тәуелсіз болмаса, ел тәуелсіз болмайды демекші, сіздің өлеңдеріңізден патриоттық рух пен тілге деген ерекше жанашырлық лебі естіп тұрады. Қалай ойлайсыз, қазақ тілінің бүгінгі күйі сізді қанағаттандырады ма? Және себебін түсіндіре аласыз ба? Чонасымақан ағамызды мысалға келтірдім, қазақ мектептерін ашты деп. Өйткені содан бір жыл бұрын ғана сол кісімен тілдесіп жолыққан едім. Соның қаншама қиыншылық көрген мектеп ашу үшін. Соның Қонаевтың алдына барған, Қонаевтың әкесі туралы кітап жазып, оның прототипін Жанай Батыр деп алғандығын. Одан кейін Қонаев оның арқасынан қағып, рахмет деп сізге. Анау қандай мәселеңіз бар басқа маған қоятын сұрайтын нәрсеңіз бар ма дегенде, маған ештеңе керегі жоқ, менің қарным тоқ, маған тек қазақ мектептерін ашуға көмектессеңіз болды деп, сондай бір әлгі өзінің ықыласын, алғысын білдіріп кеткендігі сол жайлы мен алаңда сөйледім. Осы тіл мәселесін қазір енді Мұхтар Шаханов ағамыз көп қозғады, одан кейін мына Қазыбек Иса деген ағамыз қазір депутат, ол кісі қозғап жүр. Ал енді басқа да азаматтарымыз бар, олардың барлығына ақ жол тілейміз, жолдарды әрқашанда ашық, жасыл шам тілейміз. Тіл тұғырлы болу үшін қандай алғышарттар қажет? Аманғазы аға,
тіл тұғырлы болу үшін, тіліміз өзінің мәртебесіне толық иелену үшін қандай алғышарттар қажет дейді? Түсінікті бола берсін, Жанашырдың әрқашан ісі мықты. Бүгін міне сондықтан да ең бастысы сендерде ұрпақтардың болу керек рухани күші мықты. Сондықтан да мына үлкен осы мәселеге келіп қосылып отырғаннан кейін тіл тұғырлы болу үшін ең бастысы мынау енді мына ұлтымыздың өзі осы мәселеге мықты болу керек. Рухани болу керек. Рухани тұғыр әуелі адамның жүрегінде болу керек. Адамның ішінде тұғыр болмай, ол сыртқы тұғырды жасай алмайсыз. Неге десеңіз, айналаның барлығы біздің қазақтың халқының, мысалы, Кеңес одағының тұсында небәрі 34% ғана қазақтар болды, оның өзінің біразы, мысалы, қазақ тілін білмейтіндер жартысы. Ал енді сондайдан біздің мықтылығымызды көрсетіп, міне жарқын болашағымызды жеткізіп, қазір міне халқым осы Қазақстан халқының 50-60% жоқ дегенде қазақша сөйлейтін дәрежеге жеткіздік. Біз тілімізді әуелі мысалы ары қарай қалыптастыру үшін, біз басқаларға үйрету үшін, нету үшін, біз енді ең басты өзіміз қазақша сөйлеуден бастау керек. Көшеде кез келген нәрсеге қазақ тілінде сөйлеу керек. Ең ақырағында тілің орыс тілінде жетпей жатса, айналаң түгел басқа ұлттар болатын болса, сен мемлекеттік тілде сөйлесең, мемлекеттік тіл сені қорғап қалады түбінде. Мынау енді желтоқсан көтерілісінде біз енді 17 күні болып, мысалы қаншама көтерілісті көзімізбен көргеннен кейін кино көргендей болдық. Желтоқсан көтерілісі әлі күнге дейін мысалы үлкен бір деңгейде танылып, халықаралық деңгейде үлкен бір өзінің мәртебесін таныта алмай келе жатыр. Өйткені неге десеңіздер, мынау желтоқсан көтерілісі ойда жоқта басталған жоқ. Бұл үлкен бір дайындықпен келді. Көтеріліске деген дайындық 85-84 жылдар. Мен 82 жылы құрылыста жұмыс істедім Алматыда. 82 жылдан өзі 6-7 жыл уақытым ара кетіп, қуғынды алғанда да барлық кезде де әскерде де түгелінде құрылыста болдым. 7-8 жыл уақытым құрылыспен өтті менің. Соны құрылыс саласын, құрылыстың барлық саласын меңгердім. Сол кездерде құрылыста жүрген кезде осы тіл мәселесін көп қозғадық. Талай нәубет қанымызды төккізіп, бағымыздың қанша гүлін кеткізіп, бәрінен де аман қалған қазақпыз, сұма жалға арыстарын өткізіп, құдіреттің күтіп жатқан алғысын, пендешілік меңзең әлі қалғысын, қарыс айрылып жылағанда қанды шың, заман ақыр көтереді қарғысын деп сөйтіп келетін. Сол кезде талай-талай өлеңдер жаздық. Мысалы, енді оны қуанып, жас арудың жанарында желтоқсан, қанды ғасыр табанында желтоқсан, қара өмір қайыстырған халқымның қаратыман қабағында желтоқсан, жауыздықты жасқағанда желтоқсан, жаңа ғұмыр бастағанда желтоқсан, жазықсыздың көз жасына жуынып, абақтыға тастағанда желтоқсан, намысымның шырағы да желтоқсан, сұрқай өмір сынағы да желтоқсан, жігіттіктің ұраны да желтоқсан, жаңа күннің мынандай тәуелсіз болған шуағы да желтоқсан деп. Сондықтан да мына үлкен таныттық Байтагелдің ғажаптығын әлемге де танылды қазақ бүгін. Сондықтан да құтты болсын 35 жыл желтоқсаның, құтты болсын 30 жыл азаттығың деп тілеймін сіздерге. Ой, өте жақсы сұрақ қойып отырсыздар. Рахмет сіздерге. Мынау енді балаларға рахмет осы сұрақты қойып отырған. Ал енді айтатын болсақ, мысалы, Қалдыбек менің досым, ол да тілдің жанашыры, қазір кішкене сырқаттанып жатыр. Тілдің жанашыры дейтін себебім, мен студент кезімде студенттердің арасында бірінші рет Қытайға бара жатыр екенмін. Сол кезде сен шекарадағылардың айтуы солай енді. Мен сонда Қытайға өтіп бара жатқан кезде, Қытайға өтер кезде күні бізді шығарып салмақ болып, Казгудың жатақханасында, мысалы, мені әлгі чай дайындап айтпайтып, енді бір ештеңе жоқ екен столда. Не нан жоқ, не чай жоқ, не жоқ. Анау соның көршілерден көмек сұрайын деп, студенттерге барып, бір жарты нан сұрап алып келейін деп. Барып, содан кейін барғаннан кейін әлгі қыздар орысша жауап беріп, есігін ашпай қойып, айғайлап шуылдаған екен. Ұлдар ма, қыздар ма білмеймін. Содан ерегес шығарып, әлгі Қалдыбек солармен тіл үшін төбелесіп қалыпты. Жасым 57-ге келді. Өлең жазғаныма 6,5 жасымнан бастап. Неге? Менің бірінші классқа бармай әкем суға кетіп қайтыс болды. Үйдің ең үлкені мен, қалған бәрі шырылдап, 5 бала қалды кішкеге қосқанда. Сол кезде әкемнің 40-ында атам кетті, атамның 40-ында бір қарындасым кетіп қалды. Бәрі бір жылдың іші ала сапырам болып кетті түгел. Шешем 28 жасында қалып, әлі күнге дейін тұрмысқа шықпай, бізді асырап өсіріп жеткізіп, анау Красноярск, Сибирьге дейін барып, жүн сатып, тері сатып жүріп, Алматыға келіп су сатып, шемішке сатып жүріп, бізді асырап өсіп жеткізді. Ал енді сол сөйтіп жеттік, өстік. Мысалы, сол кезде бірінші класста оқып жүрген кезде әлгі мектептің шырша
елкасы дейді ғой енді жаңа жылдық. Соған ыңғай бастықтар мен мұғалімдердің балалары ғана қатысады көбіне. Енді беделділердің балалары қатысады. Содан кейін барып, енді мен де қатыстым кеп, қасымдағы әлгі мұғалімнің балаларымен, достарымен барып қызығып қарап отырам, сонда аяздат айтады. Мына сиым аюға, аю құмар байуға, мына сиым барысқа, барыс құмар алысқа дейді, бірақ барыс жоқ. Алдында сендерге орын жоқ, аңдардың сөзінің бәрі бітіп қалды деді. Мына барыс бар екен ғой, бірақ барыстың өзі жоқ, сөзі бар, аяздаттағы сыйлық беретін сөзі бар. Сол үйге барып, бір уақытта жол барыстың маскасы келді магазинге. Ол дүкенге маска келсе, ол кезде өтпей жатқан тауарды қосып береді. Содан 50 тиындық маскаға 4 сомға сатып алдық әлгі масканы. Сабын салғыш бірдеңе дүкенде қалып қойған дүниенің бәрін қосып береді оған. Сонда ғана береді. Әйтпесе маска дефицит қой бізде. Өйткені содан кейін сатып алдырдым шешеме. Жылап отырып алдырдым 1-ші класста. Содан кейін алып шешемнің қызыл пальтосы жол бар сияқты масканы кейін мен сөзді қайдан табамын. Күні-түні ойланып сөз жаздым. Да апарып бердім ертеңде мұғалімге. Міне сөзімді алып келдім, маскасында алып келдім, мен қатысайыншы деп ұйымдастырушылар. Енді содан өлең жаздым. Жазған өлеңім жолбарыспын, бәрінен де дәу барыспын. Ашылған аузым араңдай, кісі жеймін қаранбай деп жазып алып барыппын. Содан кейін барып мұғалім көріп, бұны қайдан алдың сөзін деді. Жыл 12 ай деген кітаптан көшіріп алдым дедім. Ол жыл 12 ай деген кітапта кісі жеймін қаранбай деп жазылып па дейді. Содан кейін сөйтіп қастырмай қойдым деді бәрібір. Содан бастап өлең жазуым басталды менің. Содан кейін бірнеше өлеңдер, жақсы өлеңдер жаздым, бірақ шығармайды, не балдырған да басқа да шығармайды. Қызыл әскер деген өлең жаздым, 1-ші класста. Сол енді автомат асып сап түзеп келеміз, жау келсе асыға жабыла жеңеміз, бейбітшіл халықтың қорғаймыз тілегін, алаңсыз соға бер отанның жүрегі деген. Қазір ойласам, қазір да мына 1-ші кластың балалары жаза алмайтын өлең екен. Сол кездегі Алматыдағы пендешілік сол өлеңді балдырғанға не Қазақстан пионеріне басқа шығармайды газетке. Ал шығарады, сол кездегі әлгі қаламгерлердің бірдеңелерін балалар шығып жатады. Оны өңдеп шығара ма, басқа білмеймін. Әйтеуір, сонымен қатар көп араласқан сол газеттен сондай бір әлгі достардың бірдеңелер, әлгі бір сондай бір топтар пайда болды. Солардың өлеңдерін әйтеуір шығарады, танымалдарын. Сонда сөйтіп ыңғай хат келе береді, талабың жақсы екен, шыдай бер деген сияқты. Ал енді өлең жазу содан басталды. Одан кейін мектепте жүрген кезде ыңғай әзіл өлеңдер жазамыз. Бір күні мектептің мынау талантты бала осыған мектептің кірпі деген газетін шығартайық дедім маған. Әлгі кірпі сатиралық газетін, әлгі оқушыларды жамандайтын, әлгі жаман оқитындарды мынау. Содан мен оқушыларды жамандаудың орнына әлгі мектеп суық. Соны осылай біздің мына мектептің бағы шіркін жанса ғой, мына былықтың бәрін үкімет пен партияның есіне бір салса ғой деп жазып қойып, мектеп директоры 9-ші класста әлгі линейкада айтып оны мектептің әлгі газетін шығартпай нетіп, басқа адамға қайтадан шығартыпты. Ондай сөз болмайды мына жерге. Үкімет пен партияда нең бар деп. Екінші рет география сабағында отырым, 5-6 класс екен, география қай жылдары басталушы еді? 6 класста басталым, білмеймін, материктер географиясы. Содан кейін бір уақытта әлгі сабақта суық, тоңып, неше жыл болды әлгіден жылу көрген жоқпыз. Қатып отыр, батарейка істемейді қыстыгүні Семейдің, Сібірдің аязы сияқты аязда. Мұғалімнің өзі қалың киініп алып отыр. Сонда мен сабақты жазып отырып, мұғалім қолымдағы нені алып алды, қағазды. Сабақ үстінде немен айналысып отырсың деп әлгі қағазды директорға апарып береді. Директор оқыса, мынау өлең ғой деп, әдебиеттің мұғалімін шақырып алды, мынау қандай өлең деп. Сонда уақыт берген ғой. География сабағы денем үсіп барады, басқаларда шыдамай дірдек қағады, сабақ кәрес тоқталып, қатты аяздан сақтанып, зорға отыр мұғалім пальтоменен қаптанып, екі қолым қалтада қарап қоям картаға, Жапонияны тапқан соң қайтыңылым партаға, қақарына бөлменің намысымды бермедім, 4 жыл болды мен бұдан әттең жылу көрмедім. О бауырлар ағалар, мен айтайын жорамал, кіргендердің есіне Антарктида оралар, бізді сүріп қорлауға түбі ұқсас салғанға, мұз дәуірі қайтадан әлде тақып қалған ба деп жаздым. Сол кезде Қарпық мұғалім айтты директорға, мынау жақсы өлең екен, осыны аудандық газетке жібересіз қайтеді деп. Ой, қой жіберме деп айтты дейді. Сол сөйтіп менің өлең жазуым оқушы кезінде, көзімді құрбы құрдастарыма әзіл жазумен солмен шыңдалдым көбіне. Сөйтіп жаза берді. Содан кейін ол енді негізінен кем кетіктерді көп жазатын болдым сол кезде оқушы кезімнен. Ол енді сонау 70 пен 80 жылдардың арасы. Ал енді жақсы сұрақтар қойып жатырсыздар, рахмет.
мына әдебиетке келгеніме сол кездегі өлең жазғаным қазіргі балалардың қалдырғанда өлеңіне бергісіз екен. Содан бастап есептесем, әдебиеттік өміріме 71 жылмен 70 жылы бастадым ғой енді. 71 мен 2021 десе 50 жыл болыпты ғой биыл. Мынау енді 93 жылы жазушылар өткен жүрміс шайрасының бас жүлдесін алды. Сол үлкен пайдадан жүзінде ғана Аманғазы аға. Ғұмырнама немене деген санасы жаздым. Желтоқсан күннің томдарын жалғастырып жатырмын. Бірақ енді қазір енді оны шығару мүмкіндік болмады. Ана конкурсқа, кітап палатасына конкурсқа түстім. Бірақ енді алдыңғы орындарда тұрмын. бірақ енді шығамын шықпаймын белгісіз. Рахмет аға. Дәлел болмас түрінде, дәлел болмас түгінде, дәлелдейтін түбінде, ұлт жүрегі тілінде деп, ұлт үшін күресетін, ұлты үшін барлық нәрсеге дайын болатын сіз сияқты ағаларымыз көп болсын, олар аман болсын, тарихта да өмірде де өз бағасын алсын деп тілек білдіреміз. Творчествоңыз шыңдала берсін. Рахмет, бір күніңіз болсын.